Так, жолдастар, жиналамыз. Свежий өсек дайындап қойдым. Мынандай нәрсе болып жатыр. Инфобизнес бәріне кіре беретін, бәрі жұмыс жасап, қырғын ақша тауып тастаймын деген нәрсе шығып жатыр. Егер дәл осындай өсекті тыңдап, осындай әңгімені тыңдап жүрсеңдер, бұл өсек. Потому что инфобизнес әлсіздердің жүретін жер емес. Инфобизнесте жұмыс жасау үшін сенде мықтылық керек, шешім қабылдай алуың керек, қателессең орныңнан тұра алуың керексің. Сен елдің сөзіне, көзінен қорқып отырмау керексің. И маған біреу жасап береді, анау маған видеом түсіріп берсін, анау маған контентім жасап берсін, анау менің сторисім салып берсін деп отырсың ба? Болды, ол жерде сенде бизнес жоқ. Ол жерде сен инфобизнеске кіре алмайсың. Вот осындай адамдарға инфобизнес арналмаған. Потому что инфобизнес кәдімгі кәсіп. Бұл жерде мотивация беріп қойып, әңгіме айтып қойып отыратын жер емес. Бұл жерде бәріміз кәдімгідей кәсіп жасап жүрміз. Ал енді мынандай адамдар болса, онда инфобизнеске кіру керек. Камерадан қорқса да бірақ жасайды. Ал енді инфобизнеске міндетті түрде мынандай адамдар кірсе, чисто ақша табады. Олар өзіне жауапкершілік алатын адамдар. Көрді, оқыды, әрекетке өтті, тәжірибесінен өткізді, результат көрсетті. И сол көрсетіп барып білгенін, тәжірибесін бөлісетін адамдар, осылар мықты нәтижеге жетеді. Мен экспертпін деп өзін айта алатын адамдар жетеді. Потом өзінің білгенін адамдарға бүкпей, қызғанып қалмай, мен қазір осыны айтсам, олар көп менен тауып кетеді деген сияқты сезімдермен арпалысып жүрмейтін болса, онда инфобизнеске кіру керек. Потом ең бастысы бүгін тоқтамай әрекет жасайтын, тұрақтылықты сақтайтын, жүйемен жүретін адамдардан мықты результат болады. Егер де дәл осындай эксперт болсаң, мен камерадан қорықпаймын, жұмыс жасауға дайынмын, запуск жасаймын деп жүрсең, онда маған неге кел? Өсекке кел. Ол үшін өсекке келу үшін разборға жазыл, әңгіме.